Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмі ерекше печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл печенье үшін сіздерге мына жерде начинкасіне банан және творог, қантымыз керек болады. Алдымен біздер начинкамызды дайындап аламыз. Бір бананымыздың үстіне 500 грамм немесе 350-400 грамм айналасындағы творог керек болады. Және де осы творогымыздың үстіне қантымызды салып, шаншқымен жақсылап араластырып аламыз. Міне жақсылап араластырып алдық начинкамызды. Енді осыны қойып қоямыз. Енді біздер печеньеміздің корждары үшін мына жерде менде ұн бар және разрыв етел бар. Осы ұнымыздың үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды, қаймағымызды, жұмыртқамызды және куркума мына жерде сосын қантымызды салып, қолымызбен илеп аламыз жақсылап. Қыздар, міне біздер қамырымызды илеп алдық осындай етіп. Енді осыны 10 минут демалдырып қоямыз. Қыздар, мен мына жерде коржымызға, яғни тестамызға куркума қостым. Өзінің әдемі ерекше себетін беру үшін натуральный продукция. Бұл жерде тоже неделе сатылады ол деген спирт сатылатын жерлерде болады. Енді біздердің қамырымыз дайын болды. Демалдырып алдым 10 минут. Енді осыны домалақ бөлшектерге бөліп шығамыз. Менде где-то бір 12 штукқа бөліп шығамыз енді. Өте үлкен болуы да шарт емес, әркім қалауынша. Енді осы дөңгелек корждарымызды осылай етіп пышақпен жарық бөлігін кесіп, бер жағына жаңа начинкамызды салып, айналдырып отырып, осылай печеньеміздің формасын келтіріп істей бересіздер. Осылай жайып, өте жұқа болып кетпесін қыздар, себебі қатты болып қалуы мүмкін. Өте қалың да емес, өте жұқа да емес. Қыздар, міне осы жерде әркім қалауынша форма істесе болады. Мен осылай домалақ етіп істеп алдым. Енді дайын корждарымызды тапамызға жайғастырып аламыз. Дайын болған печеньемізді осы 180 градуста пісіріп аламыз. Қыздар, міне біздердің печеньеміз пісіп шықты. 180 градуста 20-25 минут пісіріп алдым. Осылай үстіне сахарный пудра септім. Әп-әдемі өзінің жұмсақ нәзік дәмімен күшті болды қыздар. Сіздер де пісіріп көріңіздер. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер.